27 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, майда кіші шаруаларға жүгіре бермей, негізгі мақсатыңызды айқындап алып, соны орындауға ден қойыңыз. Тиімді нәтижелерге тек әрбір іске мән беріп, жіті көңіл бөлсеңіз ғана қол жеткізесіз. Торпақ, ойыңыздағы жоспарларыңыз өз бабымен, ретімен орындалып келе жатыр. Сол себепті ешқандай да аяқ астынан жоспарланбаған қадам жасамаңыз. Жағдайлардың шынайы дамуына мүмкіндік бергеніңіз жөн. Осылай жасасаңыз ұтылмайсыз, керісінше жаңа мүмкіндіктерге ие боласыз. Егіздер, бизнесіңізде, жұмысыңызда жаңа сәттіліктерге қол жеткізгіңіз келсе, жаңа әдістерді қолдануыңыз керек. Сонымен қатар, өз қателіктеріңізді ұмытпай, алдағы уақытта өзге қателіктерге бой алдырмас үшін соның барлығын сараптап алуыңыз керек. Шаян, бұл күні өзгелермен қырғы қабақ болудан аулақ болыңыз. Әріптестеріңіз немесе достарыңызбен ұрысудың сізге көп зиян тиетін болады. Өзгенің емес, өз шаруаларыңызды алдыңғы орынға қойып, соларды ғана атқарыңыз. Арыстан, бұл күні жеке өміріңізде, бизнесіңізде де анау айтқандай жаңалықтар бола қоймайды. Ал егер де сол жаңалықтарды өзіңіз жасаймын деп тырыссаңыз, қатты қателесесіз. Бұл күні жұлдыздар сізге өзіңізге көңіл бөліп, мүмкіндік болса тынығып алуға кеңес береді. Бикеш, бүгінгі күні басыңызға көптеген керемет идеялар келеді. Оларды жүзеге асырудан еш қорықпаңыз. Алайда, күнделікті жұмыстарыңызға уақыт болмай қалуы мүмкін. Қажет болса, айналаңыздағылардан көмек сұраңыз. Таразы, қай жерден шалыс басқаныңызды аңғаруға мүмкіндік болады. Қателіктеріңізді байқағаннан кейін, оны жылы жауып қана қоймай, өзіңізше зерттеп, өзгелерді ренжіткен болсаңыз, кешірім сұрағаныңыз абзал. Қателеспейтін адам болмайды, ең бастысы соны дер кезінде түсінсеңіз болғаны. Саршаян, бүгінгі күні саршаяндарға өздерін мықты жағынан көрсетіп, қалағанына қол жеткізу үшін тіпті күресуге тура келмек. Өжеттілік дамыту сізге дәл осы күні керек болмақ. Мерген, жаңа өмір бастау үшін қиындықтарға төтеп бере білу керек. Барлық қиындықтар мен ауыртпашылықтарды көтере білуге дайын болыңыз. Ең бастысы, өз міндеттеріңізді дұрыс орындап, барлық шаруаны уақытылы және ұқыпты аяқтауға тырысыңыз. Сонда ғана мәселелерден аулақ боласыз. Тауешкі, өткен өміріңіздің кейбір елестері алдыңыздан күтпеген жерден шығуы мүмкін, бірақ та өзіңізді босаңыз таба алмаңыз. Жаңа шаруаларды бастауға кеңес бермейміз. Күнделікті шаруаларыңызды мүлтіксіз орындасаңыз жетіп жатыр. Соқойғыш, егер қазіргі жағдайыңызға көңіліңіз толмаса, бұған өзгелерді кінәлаудың қажеті жоқ. Сізге жұмыс жасауға, сәттілікке жетуге ешкімде кедергі жасап тұрған жоқ, соны біліңіз. Сондықтан да бойыңыздағы жалқаулықтан арылып, әрекетке көшіңіз. Балықтар, бүгінгі күні өткен күндерде жасаған қателіктеріңіз үшін жауап беруге тура келуі мүмкін. Өткен нәрсе өтті, сондықтан да қателіктеріңізден сабақ ала біліп, оларға лайықты түрде жауап беруге тырысыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.